Біз Қазақстанда, ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қақ ортасында орналасқан. Қонақжай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары КСРО-ны мекендейтін көптеген ұлттар мен ұлыстар Қазақстанға күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып, қамқорлық танытты. 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, дербестікке ие болған Қазақстан еліміздің тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам ілесті. 1995 жылы дүниеге келген Қазақстан халықтарының ассамблеясы рухани зияткерлік бағыттардың өміршең болуына ықпалдастық танытуда. Жаңа тарихи сананың қалыптасуына, оның өркендеу бағыттарын айқындауға және қазақстандық жаңа қоғам құру талаптарына сай келетін ортақ құндылықтар жүйесін орнықтыру жолында игілікті істер атқаруда. Бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстар, ортақ отанымыз Қазақстанның жарқын болашағы жолында бір кісідей жұмыла еңбек етуде.